Ассалаумалейкум. Эфирде агро аймақ көрсетуі. Қарақалпақ қауынлары өзінің мазасы, хош иістілігі, сыртқы көрінісі айрым сортларының ұзақ сақлануы һәм сақлауға шыдамлылығыменен әйемнен ітібарды өзіне тартып келген. 1977 жылы баспадан шығарылған Қарақалпақстан қауынлары атамасындағы кітабында аймақтағы қауынлардың жүздеген түрлері, олардың биологиялық һәм қожалық белгілері, жетістіру аймақлары һәмде селекция жұмыстары сәулелендірілген. Кітап авторлары сол дәуірде Қарақалпақстанда қауынның 600-ге жақын түрі анықланғанын атап өткен. Бұл сан бүгінгі жағдай емес, әлбетте жақын соған қарамастан аймақтың тарихи агробиологиялық байлығын көрсететұғын ilmi мағлұматлар болып табылады бұлар. Қарақалпақстан диқаншылық ilmi зерттеу институтының рәсми мағлұматына қарағанда кейінгі ilmi іскерлік дауамында қауынның 30-ға жақын жергілікті сорты қайта тікленгені көрсетілген. Бүгін студиямызға қауын жетістіру бойынша көп жылдық тәжірибеге ие диқан, ауыл қожалығы бойынша қанегелер, ілімпазлар, қауынды экспорт істеуде жәрдем беріп отырған қанегелер, диетолог, шпакер қатынаспақта. Дәслеп оларменен таныстырып өтсем. Құдияр Матиякупов, Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институты доценті. Насиба Исмаилова, осы институттың қауын егіні бойынша ilmi зерттеуші. Әбдікерім Әбдікамалов, Қарақалпақстан Республикасы Азық-ауқат қауіпсіздігі комитеті бас қанегесі. Арипбай Нысанбаев, қауын жетістіруде өз тәжірибесіне ие болған диқан. Сондай-ақ Зейнегүл Айназарова, жоғары категориялы эндокринолог шпакер. Қош келдіңіз студиямызға. Сәубетіміз дауамында қауынлардың ескі һәм қазіргі сортлары, гүрбек қауынының өзіне тән өзгешелігі, тұқымшылық һәм селекция, қауынның азықтылық қымбаттылығы, кеселік һәм зиянлы шыбын-шіркейлерге қарсы күресу һәм Қарақалпақстан шариғатында Қарақалпақ қауынларын милли брендке айландыру имканиятлары хақында пікір жүретеміз. Әлбетте, көрсетуімізді, сәубетімізді басламастан алдын ең дәслеп Қарақалпақ қауыншылығының тарихына бір нәзер тасласақ. Мархамат. Әрбір жұрттың өзіне тән несібесі бар. Қарақалпақстан үшін ұсындай несібелердің бірі бұл қауын. Қауын сортының айрымлары жаз айларында пісіп жетілседі, ал айрымлары болса күзге шекем жетіледі. Айрым ерте пісетін қауынлар тез уақыттың ішінде пайдалануды талап етіледі. Ал айрым қалың қабықлы қауын сортлары қысқа шекем, ал айрымлары болса бәхәрге шекем сақланады. Қарақалпақстан аймағы әйемгі Хорезм оазисінің бір бөлегі сыпатында палыз егілері рауажланған маканлардың бірі саналады. Беруни, Төрткүл һәм Хожелі аймақлары қауыншылықтың сикарғы тарихи орайлары сыпатында көрсетілген. Әрбір аймақта жергілікті топырақ, су һәм ықылым шарайатына бейімлескен қауын сортлары қалыптасқан. Біз дәслеп қауын егінінің қай дәуірде пайда болғанына нәзер салайық. Бұл бойынша ілімпазларымыз мағлұматлары дерек береді. Алышылық, яғни қауыншылық бұл ауыл қожалығының ең әйемгі тараулардың бірі есептелінеді. Біздің Орта Азия халықтары соның ішінде Қарақалпақстан қауыншылықпен әйем заманлардан бері шұғылданып келген. Оны мына тарихи деректерден білсек болады. Сұлтан Уайс тауының етегінде Топырақ қала деген қорған жайласқан. Сол қорғанды 1951 жылы археология экспедиция қазған уақытында сол қазған жерлерден мәдени қауынның тұқымдары табылған. Бұл біздің эрамыздың 3-ші әсіріне барып тақалатығын көрсеткен. Сонда қазіргі уақытпен салыстырғанда осыдан 1000 жылдар бұрын біздің аймағымызда қауыншылықтың шұғылданғаны белгілі болып тұрыпты. Қарақалпақстанның Россияға қосылған жылдарында қауыншылықтың жақсы рауажланып, экспортқа шығару потенциалдардың жақсы болғанын көрсетеді. Әмудария арқылы кеме су транспортларыменен қауынлар көптеп Шаржа станциясына жеткізілген. Сол жерден арман қарай пойызбенен Еуропаға, Россияның қалаларына жеткізіліп тұрған. Міне осы дәуірлерде Қарақалпақ қауынларының шетелдерге тарқалуы басталған. Ilmi мағлұматларға қарағанда Қарақалпақстан диқаншылық ilmi зерттеу институтында қауын селекциясы һәм тұқымшылығы бойынша жұмыслар 1959 жылдан басланған. Ілімпазлар жергілікті сортларды қайта тікілеу, ең жақсы өсімдіктерді таңлау, тұқым тазалығын сақлау һәм элита тұқым жетістіру менен шұғылданған. Қауынның отаны Орта һәм Кіші Азия деп есептелінеді. Сол Кіші Азияның ішінде біздің Қарақалпақстан, яғни Туран ойпатындағы жайласқан Қарақалпақстанның аймағы қауыншылықпенен
шұғылданып көп дәуелерге шекем өзінің қауым бойынша қанеге екенліктерін көрсетіп келген. Яғни айтқанда Қарақалпақстан қауынның ең жақсы сортларын егіп, оның тұқымын жан-жаққа тарататұғын үлгі болған. Сөйден тәйірлаған тұқымдар Өзбекстанның районларына, басқа да қалаларға жіберіліп, соның себебінен Қарақалпақстанның қауындары әмме жерге тараған. Қарақалпақстан диқаншылық ғылыми-зерттеу институтында 1935 жылдан Леонид Станиславович Крижевец деген палыз бақшылық бойынша қанеге келіп жұмыс бастады. Осы кісінің жұмыс давамында Қарақалпақстан диқаншылық ғылыми-зерттеу институтында қауынның 30-ға жақын түрлері қайта тікіленді. Бұрынғы жоқ болып кетті қауынеген қауындар қайта тікіленіп, егіске берілді. Hem 4-5 жаңа сортлары жаратылды, жаңа Крижевец деген авторлығында. Hem сөйде шығарылған, қайта тікіленген қауынлардың мазалылығы, түрі, формасы жағынан бұрынғы ауқамының халық қожалығының жетіскендерін көргізбестеген болатын еді әр жылы. 1959 жылы сол көргізбеге біздің институтымыз өзінің қауынларымен қатынасып, конкурста бірінші орын жеңіп алған. Hem сол көргізбенің алтын жұлдызын алған. Қазір бізде сол институтта сақтаулы тұр сол 1959 жылы. Тәуір күшті болған, hem жаңағы өзі қанеге келген. Сол қанеге адам өлгенінше осы жерде бақта, қауында істеп, hem бақ бойынша да сортлары жаратты. Қауынның жаңа айтқандай 4-5 сортын жаратты. 30-лаған жоқ болып кетуге келген қауынларды қайттан тікілеп егіске берді. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институты ілімбазлары аймақтың экстремал топырақ климат шараятына сәйкес сортлар һәм ресурсты үнемлейтұғын агротехнологиялар үстінде жұмыслар алып барып атырғанлығының куәсі боламыз. Селекция өзі әзелейден сол генофонд жарату һәм генлерінің олардың тұқымларын сақлау үшін бұл ізетлеу жұмыстары алып барып отыр. Қазіргі уақытта институтымыз тарапынан алып барып жатқан ізетлеулерде 160-ға жақын қауын сортлары, сол Қарақалпақстан шариатына масласқан қауын сортлары генофонды жиналған. Әлбетте бұнdan тысқары қауынның сол қайта істеу, экспорт үшін қолайлы болған сортларын жарату, оның химиялық құрамы үстінде де ізетлеулер алып барылып жатыр. 2023 жылдан бастап, сол осы жылдың май айына шекем ilmi proyektimiz bu. Сол проект штикарында сол көп басқа валаятларға, һәм сол республикамыздың көп аймақтарына сол командировкалар шөлкелместірдік, һәм өзіміз әр жыл давамында сол қауынларды жетістіріп, бұлардың һәм сақлану мүдделері, егіс мүдделері, нәлден көшіріп, жетістіріп, сол фермер қожалықтарға бір қанша ұсыныстар таярлап, бұлар hakkında сол семинар, тренинглер шөлкелместіріп келінген. Жоғарыда ілімпазларымыз атап өткеніндей, Қарақалпақ қауынлары 6 тикарға топарға бөлінген. Тәрнек, жамбылша, гүрбек, Қытай қауыны, бейшек һәм гүлабы. Бұл топарлардың әрбірі және онлаған форма һәм сорт түрлерін өз ішіне алған. Олар тек атыменен емес, бәлкім пісу мүддеті, мейвесінің формасы, қабығының нағысы, етінің қалыңлығы, мазалылығы һәм сақлану өзгешелігі менен де парқыланған. Сондықтан Қарақалпақ қауынлары дегенде бір формадағы, ямаса бір татымлы мейве түсінілмейді. Бұл әр түрлі мәусімдерге пайдалану ұсылыларына һәм аймақтарға бейімдескен үлкен генетикалық байлық. Қарақалпақ қауынлары деген кітап баспадан шыққан, сол бұрынғы алдыңғы ауқам уақытында, ондан кейін бүгінгі күнде қауыншылыққа көптеп ітібар қаратылмаған. Себебі сол 2000-ші жылдарда қауын шыбыны, яғни қауын құрты бізге көп зиян бергендіктен, бұған қарсы күресерлер дұрыс сол уақытта білмеген һәм жойып алғанбыз да. Әне соны қайта түклеу мақсатында біз ілми-зерттеу алып барған уақытымызда Қарақалпақстанда масласқан 60-тан зият, яғни сол 63 дана өзіміздің жергілікті сортларымызды жинағанбыз қауынлар. Ал ондан кейін жоғарыда айтқанымдай 100 дана біз Орта Азия ауқымдас мемлекеттерден алып келгенбіз, һәм сол 100 дана қауын коллекциясын алып келіп үйренгенімізде бізге масласқан жүдә жақсы болған қауын түрлері көп сақланған. Қазіргі уақытта бұлар егіліп өзінің сынаулары алып барылып жатыр. Бір қауын сортының жоғалуы тек қана бір дәмнің емес,
белгілі бір топырақ һәм климатқа бейімдескен генетикалық белгі, диқаншылық тәжірибесі һәмде халық мәдениетінің бір бөлігінің жоғалуы болып есептелінеді. Сондықтан да жергілікті сортларды сақлау тек қана ілімпазлардың емес, сапалы тұқым сортларын жаратушы қожалықлар һәмде диқанлар, сондай-ақ тұтынушылардың да вазифасы болуы керек. Демек, жоғарыда біз көріністерде тамашалағанымыздай, Қарақалпақ қауымдары бірнеше атамадан ібарат әпуай дізім ғана емес, олардың артында үлкен тарих, аймақлық тәжірибе һәм іліми селекция тұрыпты. Ең нәсілеп ілімпазларымызға жүзленсек, әне осы тарауда бірнеше жылдардан бері іліми ізденістер алып барып отырған Қанеге сипатында, осы Қарақалпақ қауымшылық тарихы, оның қазіргі күндегі жағдайы, келешек перспективалар хақында кеңірек тоқталайық. Енді юқарыда Бесенбаяға жүзі бір Қарақалпақ қауымшылығы бойынша, тарихы бойынша көп сөздерді айтып өтті. Аққаттан біздің Қарақалпақстан хүдуді қауымшылығы 2000 жылдық, дейәрлі 2000 жылдық тарихқа еге десек болады. Азыр şu eramыздың 200-300 жылдары şu Қарақалпақ Талстop таманынан алып барылған археологик нелерді өзі испатын тапқан. Онdan ташқары мына Әмудария бойдағы мына Берөнді районында алдын Кәт деген шәһәр болған. Бұл Харазм шахларының несі сарайы мәшһүрде болған, пайтақты болған. Шу вақыт, шу дәуірде Харазм қолылары şu yüzden даже çet devletlerge, Indiyaga, Xitayga kurtulgan halda eksport kılıngan. Bu demek bu juda uzak tarihka ege. Endi şu uzak tarih devamında bizim şarayette Қарақалпақ tüpraklı şarayetiga mas bo'lgan juda türlü tümen kavullar şekillengen. Mana yuqorida damlamız aytib o'tdi. O'zi asli O'rta Osiyo qavmining vatanlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Demak, mana 1958-yil shu Qoraqalpog'iston Dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilgandan keyin yuqorida aytib o'tilgan Kirjevich mana shu qovullarda ilmiy izlanishlar olib borib, mana türlü özümüzge mas bo'lgan Қарақалпақ qavullarını karakteristikasını hem bayan kılgan hem bir neçe növler yaratkan. Endi biz 2000-ci yılları ülkemizge qavun kurtu kırıp geldi. Hem şu yılları bir neçe yıl devamında susuzluk roy verdi Қарақалпақстанда. Mana şu yıllar devamında көп qavullarımızda yo'qotib qo'ydik biz. Ham endi shu men o'zim seleksioner bo'lgandan keyin ko'p shu qavun urug'larini, boshqa o'simliklarning urug'larini to'plab yurganman. Mana shu 2023-yildan boshlab biz ilmiy proyekt olib bordik. Shu proyekt davomida şu toplangan urug'larimizni Qoraqalpog'iston sharoitida sinab ko'rdik, ham chetdan ham har xil urug'lar olib keldik. Endi hozir Qoraqalpog'istonda 6000 gektar yerga qovun ekiladi. Bu Qoraqalpog'iston uchun menimcha oz. Sababi bizda iqlim sharoitimiz, imkoniyatlarimiz juda katta. Buni qovun urug'chiligini olib borib, uning eksportini yo'lga qo'yish, shu hamda kelajakda Qoraqalpoq qovunlarining brendini yaratish bu asosiy va kelajakdagi vazifalarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Albatta, endi shu Qoraqalpog'istonning tabiiy sharoiti qovun yetishtiru uchun qanday артықмашылық beradi? Ya'ni және де ыссы, quyoshli kunlar ham keskin kontinental klimat qovunning dәміне ham qand to'plauына ta'siri qanday buning? Ya'ni juda жоғары temperatura hamisha пайдалы bo'la berami yoki ma'lum bir chegaradan keyin u o'simlikka ziyon keltiruvdi mumkin be? Har qanday o'simlik 38 gradus issiqdan o'tgandan keyin o'zini noqulaysiza boshlaydi. Qovun lekin issiq sevar o'simlik, ham qurg'oqchilikka
nispeten чыдамдылык жайы бар. Шуның үчүн енді біздің Қарақалпақстан шарайты кешкен континентал ықылым болғандығынан енді әсірлер давамында бұл қаулылар, мәхалли қаулылар мән şu жерге маслашқан. Ол тұғылы мән şu жерде яратылған, şu жерге мас. Шуның үчүн бұл қаулылар şu бәрібір мән şu ісқа маслашқан болғандығынан яқшы нәтиже береді. Мен şu 80-ci yılları aspirantурада Ташкентте оқып жүрген уақытымда алдынан бұл гәпті айтқанмын бір естіште. Қыбра районыға барып, өзіміздің şu Гүрбек қауылына барып еккенмін. Şu Қарақалпақстан шарайтыдағыдай үйді нәтиже бермеген. Şu қантлық тарапынан, башқа тараптан şu яқшы нәтиже бермеген. Біз şu Қарақалпақстанда şu ilmini rivajlandırış, gelecekte şu yangi nevler yazışı boyunca işler alıp var yapız. Hazır benim bir şagirtim var Қарақалпақстанда plyonka asıda kavun yetiştiriş boyunca doktorski himaya kıldı. Nasibe İsmailova şagirtim eksport kavulların boyunca ilmi izlenişler alıp var yaptı. Baya ekranға шыққан Шазыбек деген шагыртым, о şu қауыншылығының şu urug'chiligini yo'lga qo'yish bo'yicha ilmiy ishlar olib boryapti. Жақсы. Осы орында диқанларымыздың да пікірін тыңлап көрсек, Арипбай, сіздің қожалығыңызда ұлыма қайсы қауын сортлары егіледі? Ұлыма сортларды таңлауда көбірек нелерге ітібар қаратылады? Бірінші орында біздерде сары қауын егіледі. Қазақстан Республикасына экспорт қылу үшін. Сосын Гүрбек, бірінші орында қарбыз, үш түрлі жетістіреміз соларды. Пленка астына егеміз. Жақсы. Демек, ұлыма Қарақалпақстан қауынлары кітабында Тәрнек, Жамбылша, Гүрбек, Қытай қауыны, Бишек, Гүләбі сияқлы үлкен бір топарлар келтірілген. Қазір ilmi классификацияда, мемлекеттік реестрде бұл атамалардан қай дәрежеде пайдаланылады? Енді бұлардың көпшілігі халық селекциясы нәтижесінде яратылған нәрселер, нәулер. Шуның үшін бұларға şu алдынан патент яки болмаса гуақнама алынмаған, фақат оларға описание қылынып, нәусіпәтті бір нұма қылынған. Енді бұндан бір 7-8 yıl бұрын, 20-ci yıllar menimce Ürgənç'te, Xarazm'da bir seminer oldu. Seminarga biz Қарақалпақстаннан vəkillər təklif qılındı, mikroavtobusla bardık. Şu yerdə çet ellik bir alımlar şu qavunçilik, Xarazm qavunçiligini izzetlew üçün nima qılıngan ekan, təklif qılıngan ekan, hem ular şu ayrim qavullarga patent alamız degan nima bilan chiqdi da. Shunda men chiqib gapirib, mana shu bu Қарақалпақстан ilmiy tadqiqot instituti 60-cı yıllarda уже ro'yxatga olinib nima qilingan. U yerga siz nima qila olmaysiz, patent ola olmaysiz deb turib, mana shu kitobning elektronniy varianti bor edi, ekranga chiqarib nima qilgandan keyin bu ishni ular nima qilingan, qila olmagan, to'xtatganda. Endi bizning kelajakda vazifamiz mana shu bir nimamiz bor, maqsadimiz bor. Қарақалпақстан qavullarını genetik pasportlashtirish ilmiy izlarini olib bormoqchimiz kelajakda. Және де Арипбайға жүзденсек, бүгін енді сол қожалығыңызда қанша мұғдарда сол қауын жетістіресіз? Ұлыма ең көп жетістірген өнім қанша мұғдарда болған қожалығыңызда қауын өнімін? Қауын гектар, 7 гектар, 8 гектар екен. Қарбыздан 12-13 гектар. Ұлыма жәмі егіне диқаншылықта 20-22 гектар жер егеміз. Ең көп жетістірген қауын өніміңіздің сол өлшемі қандай болған? Тонна кесімінде бола ма, ұлыма? Ең үлкені 8-10 килоға дейін барады, мына сары қауындарымыз. Экспорт бойынша ғой енді қыларым. Бірақ пленкасына не жетістіреміз. Ашыққа еккенен центнер бермей жатыр бізге.
3 жылдан бері. Погодаға байланысты. Демек, ауа райы да тәсір етеді. 3 жылдан бері сол бәрде жылы болып кетеді. Апрель айының аяқларында салқын түсіп, құрт нелер көбейіп кетті биыл. Үшін қиын болды біздерге. Сосын мына кеше ыссы болды, июнның аяғынан бастап, июльдің 20-ларына шейін қатты ыссы. Қауындарымыздан, қарбыздан көбісі не болып кетті. Ысыдан қурап қалды. Демек, ұлыма диқарынан қанша тонна өнім ала алдыңыз суаққа дейін? Шекем ең көп алған өніміңіз? Гектарына центнер бұл биыл аз беріп тұр да, 30-35 центнерден әмме диқанларымыз сөйдеп жатыр. Диқаншылықта. Демек, тікелей ауа райы шариғатлары да бұған тәсір етеді. Енді осы орында диқанның өзі тұқым алып келесі жылы егу қанша елі дұрыс? Әтрапта басқа сортлар егілген болса, ұлыма тұқымның араласып кетуі қаупі бола ма? Биыл алынған тұқымды ендігі жылға сол егуге болмайды негізі. 2 жыл, 3 жыл жылату керек та тұқымды. Жақсы өнім береді, ірі болады негізі. Өнімің жақсы болуы үшін. Ең болмады 2 жыл жылап тұрған тұқымды ексең, жүдә жақсы бола береді. Демек, дөретушілік жамаатымыз Гүрбек қауынлары бойынша сюжет даярлаған еді. Қазір біргелікте осы көріністерді тамашалап алсақ, ондан соң және пікірлерімізді давам еттіреміз. Іліми мағлұматларға қарағанда Гүрбек қауынлар Хорезм һәм Қарақалпақстанда айемнен егіліп кетірған ең жақсы, ең мазалы жергілікті сортлардан бірі саналады. Гүрбек қауын сортлары етінің қалыңлығы шірелі болуы һәм жаңа піскенінде жеуменен бірге қақ даярлауға да болатығылығы іліми мағлұматларда келтіріліп өтілген. Қауынның дәмі тек тұқымына да байланысты емес. Жердің құрамы, судың сапасы, суғару мүддеті, төгін берілуі, температура һәм мейуенің қашан үзілгеніне де байланысты екен. Гүрбек сортына келетін болсақ, бұл енді аналитик селекция дейміз, яғни сол халық селекциясы тикарында біздің аймағымызда егілген, бұрыннан егіліп келе жатырған сол сорт дәрежесіне алып келінген. Һәм сол бұл гүрбектің бүгінгі күнде бірнеше түрлері бар. Мысалы ретінде апуайы сол ала гүрбек, бізде гүрбек десе сол көз алдымызға келетін болса, қазір көк гүрбек, ақ гүрбеклеріміз шығып жатыр. Барлығынан сол біздің шариғатымызға бұрыннан масласып келгендіктен оның басқа да жаңа сортларын шырай беруі, яғни сол адамды өзіне тартуы, іштейлі болу үшін ізеттеу жұмыстар алып барылады. Гүрбек түріне сортына келетін болсақ, енді бұл мына адам мен жараттым деп айта алмайды, себебі оны халқымыз жаратқан. Азелден халқымыз тарапынан сол сорт дәрежесіне алып келінген сорт есептелінеді. Гүрбек Орта Азияда қауыншылық орайларын алатын болсақ, соның 5 орайдың бірі сол Хорезм хандығы уақытында біздің қазіргі Бируни районының орайларына тура келеді. Сол жерде тұқымгершілігі жақсы істелінген уақытында, Хорезм хандығының уақытында. Яғни сондықтан Хорезм хандығында, яғни Хорезм уәлаятында һәм Қарақалпақстанда гүрбек өсімдігі, гүрбек сорты кең тарқалған. Һәм бұл ерте пісуіменен, ерте бізді сол витаминдерге талабымыз жоғары болады. Бақарғы арықшылық дейміз, сол бақарғы арықшылықтан тез өтіп алу уақытымызда, сол жаздың ысына өту уақытында біздердің тикарғы пайдаланушы азығымыз ретінде қызмет етіп келген. Бүгінгі күнде диқанларымыз тәжірибені жаңа технологиялармен біріктірмекте. Ауыл қожалығы министрлігінің 2025 жылғы материалында жергілікті гүрбек қауыны пленка астында тамшылатып суғару тикарында өсіріліп атырғанын көрсетілген. Бұндай ұсыл су сарпын қадағалауға, өсімдікті қолайсыз ауа райынан қорғауға һәм ертерек өнім алуға қызмет етеді. Қарақалпақ халқының атын шығарған су гүрбек. Үргенішке қыдырама, басқа жақ қыдырама қайтып жатыр. Бирундиден қауын жемей өтпеймен да. Қасымда жолдастарым болса да қауын жейміз. Гүрбек жейік дейді. Бирундидің диқанлары шебер болған. Онан кейін біздің Қарақалпақтың сояқта арқа жағымыз Шымбай, Кегелі, Қараөзек жағымыз Шомалай, Ханлыкөл, ертеде ата-бабаларымыз көшіп кеткен жолдастарым бар. Таксиге салып жібердім. Сондай сағынады да өздері келмейді, бірақ жібер дейді да. Сояқтан күтіп аламыз деп. Сондай әсіресе гүрбекке өш. Гүрбектің енді өз алдына мазасы, өз алдына қаяқта болмасын, Америкада болсын, басқа жақта болсын, қарап отырсаң социал тармақларда гүрбектің уақыты келді ме, пісті ме дейді. Гүрбек сол азғантай уақыты оның өмірі бірақ. Милләтіміздің атын шығаратын су гүрбек бірақ. Пал енді оның несі, мазасы өз алдына.
Қарақалпақ қауыны басқа барлық қауындардан мазалы деген ұлыма пікір ілми тараптан жеткілікті емес. Себебі әрбір аймақта жоғары сапалы сортлар бар. Қарақалпақ қауындарының өзіне тәлілігі бәрінен бұрын жергілікті генетикалық тарқилылықта көрінеді. Көрбектің сыры тек оның мазалығында емес, оның қадірі жергілікті шариғатқа бейімдескерлігі, түрлі формаларға ие екенлігі һәм халық селекциясының ізін бүгінгі шекем алып келгенлігінде. Бірақ сорт аты сақлану үшін тұқымның генетикалық тазалығы да сақлануы керек. Кері жағдайда оның аты қалып, оның тикарғы белгісі әсте ақырын жойытылуы мүмкін. Ажайып сюжетті біргелікте тамашалап алдық. Енді сол орында және диханымызға Арипбайға жүзленсек, ұлыма қауынның дәмі неге байланысты болады көбірек? Сорттың өзі ыссы күнлер, түнгі температура, суғару, топырақ, төгілу ямаса піскен уақытта үзу. Бұл факторлардың қайсы бірі көбірек тәсір етеді? Оның дәміне. Қауынның мазалы болуына суға байланысты көбінесе. Мына су біздер торлаған кезде ұлыма су қоймаймыз. Сағаларын жауып тастаймыз да, 2 ай дауамында сол қауын жинағанша солай тұрады су. Мына химиялық нелермен жапырақтан азықландырамыз да бұны. Сөйтіп не таярлап жатырмыз. Қауынның мазалы болуына. Әлбетте, диханлар арасында қауынды көп суғарсаң мазасы кетеді деген бір көзқарас бар. Әмелиятта ұлыма негізінде суғаруды қашан азайтасыз, ямаса ұлыма тоқтатасыз? Қауын бірінші егіледі, егілгеннен 40 күн санаймыз. 41-ші күн шілде суын береміз қауынға. Тақия пәлек болады да, 5 жапырақ болған кезде шілде суын береміз, сосын гүллеп бастаған кезде бір су ішеді, сосын түйнеклеген кезде бір ішеді, болды, сонымен торлыға отырған кезде олма су ішілмейді. Тек неден азықландырып тұрамыз пәлекте. Карбамид, житки амафоз сондайлармен сыртынан пәлектен азықландырып тұрыппыз әзір. Өте жақсы. Тамшылатып суғару ұсылы қарықпенен суғаруға қарағанда нәтижесі қандай болады? Бұл сұрауға енді ілімпаздарымызбенен сол біргелікте диханларымыздың пікірлерін білсек. Суғаруда. Енді бұл су тежеш проблемасы бүтін Орта Азия бойынша үкім сүріп жатырыпты. Тамшылап суғарыш тәжірибесini кең тарқатыш бойынша ішлер алып барылып жатырыпты. Қауындайым бұл нәрсе жүзі яқшы нәтиже береді, себебі фақат кереклі уақытында ғына тамшылатып су беріледі, әм миярда беріледі. Өзі өзінің шекарасы бар, 40 дәләнің нәмлік сығымы 70%-тен ашмастан, әм кәмейместен 60-70% нормальный тұрса, бұл ең яқшы нәтиже болып есептелінеді. Жүді жақсы. Біз жоғарыда көріністері де тамашаладық. Міне студиямызда да бір қатар сол біз тарифлеп жатырған, біз сөз етіп жатырған Қарақалпақ елінде өсірілген, жетістірілген ана жерімізде өнімлер студиямызда тұрыпты. Әзір міне сол Гүрбек қауынын сол диханымыздан өтініш етсек, кесіп, әзір көріністерді тамаша көйлерімізге ұсынсақ һәм көрсетуіміз дауамында дәмін татып көруге де миясар боламыз. Демек, бұның кесудің де өзіне жараса тәртіптері бар болса керек. Атақ адамында бұлай кесіп алып, 4-ке бөліп тастайды ғой. Одан ажырам білмеймін. Білем болған. Мәнісіне терең үңіліп көрмегенсіз. Қызық бағам маған тек егу, сату ғой біздерде. Не қыл деп? Демек, әр қауынды кескенде өзі дәстүр, әммеде сондай қалыптасқан. 4 бөлікке бөледі қауынды кесіп. Демек, әзір студиямызда сондай ажайып бір қош иіс тарады. Егерде сол біздің телевидение сондай имканияты болғанында, тамаша көйлерімізде әлбетте бұл иісті сезінген болар еді. Сондай дәрежеде растан да біз тарифлегенімізде сол Гүрбек қауынының дәмі иісі сондай дәрежеде студиямызда әзір тарады. Көріністілерде де өзіңіз көріп тұрғаныңыздай ажайып тәрізде піскен, сол ана жерімізде жетістірілген Гүрбек қауыны. Демек, мына ысқада бөліп, имамларымыздың алдына таратсақ, көрсетуіміз дауамында имканы болса, әлбетте дәм татып көреміз.
Әлбетте, біздің сол Қарақалпақстанда топырақтың шорлануы һәм судың сапасы жүдә бір әхметлі мәселе. Сол орында сол ілімпазларымыз сіздерге және жүзленсек, қауынның сол шорға шыдамлы жергілікті сортлары бар ма? Олыма шор жерде жетістірілген қауынның өнімдарлығы һәм сапасы қай дәрежеде болады? Абсолютный шорға чыдамлық өсімлік жоқ. Бұл айрым нәулері nispeten çıdamlı buluşu mümkün. Lakin bәрібір біз қауын екістен алдың шорны юып аламыз. Шорны юымастан бәрібір шорға сачылған ұрық бәрібір чіріп кетеді. Шonun үшін енді шорны юып әлбәтте кейін қауын екішке мәжбүрміз. Және де Арипбай сізге жүзленеміз. Бүгін сол қауынды сатып алушылар көбірек нені таңлайды? Үлкен көрінісі, келіскен қауында емаса кішілеу болса да сол хош иіслі, дәмі сол шерін болған сортты таңлайды ма? Ол ма базар талабы селекция бағдарын өзгертіп атыр ма бүгін? Бірінші мәселеде сыртқы көрінісіне де ітібар береді алушылар. Сосын жарып көп, ішінде несін жеп дәміне қарап алып тұрды. Сырт елге де ауыл ішкі базарымызға да дәміне қарап не болып тұр. Мазасы жоқ болса алмайды бұны. Ешейін берсең де алмайды бұл қауынды. Тастап кетеді. Қайсы қауын сортына көбірек сол талап жоғары бүгін замандастарымызда? Гүрбекпенен мына сары қауын жақсы өтіп тұрған базарымызда. Экспорт етуде де міне осы өнімдер? Экспорт етуге де ең қолайлы гүрбек асының бірінші орында гүрбек қауын. Әлбетте, бұл да жақсы. Қауынның инсан саламатлығы үшін пайдасы һәм республикада сол қауынды экспорт етудің бүгінгі барысы һәм зиянкестерге қарсы күресу бойынша бізде таярланған нәубеттегі сюжетіміз бар еді. Әзір біргелікте тамашалап алсақ, ондан соң және пікірлерімізді, сұрауларымызды давам еттіреміз. Мархамат. Қауын жазғы дастұрқанның шерін несібесі болуыменен бірге құрамында су, табиғи углеводлар, витамин һәм минерал затлар бар азық-ауқат өнімі есептелінеді. Түрлі қауын сортларының құрамы бірдей емес. Етінің реңі, пісу дәрежесі, сортының өзгешелігі һәм жетістіру шариатына қарап, витаминдер, қанттан басқа да затлардың мудары өзгеріп тұрады. Заманауи ilmi шолуларда қаулылардың соның ішінде жергілікті сортлардың азықлық құндылығы жоғары болуы мүмкін екенлігі, бірақ сортлар арасындағы парқты лабораториялық анализдер арқылы бақылау зәрулігі атап өтіледі. Емлік несі бар бұның. Соның үшін жаңағы қауынды, гүрбекті, жамбылшаны уақытында шыққанақты жеу керек негізі. Адамға қатты емлік несі бар, қасиеті бар бұлардың. Россиядан бір достым болды, профессор еді өзі, Подольский деген жерде. Бір күні көк қауынды жеп отыр да, қатты сүйсініп жеп отыр да, жаңағы Николай Петрович деген. Ол мен айтым, көк қой десем, яқ. Ол білмейді ол не, көк екенін. Ол піскен жегенде қандай болар еді деймін да. Білмейді ондай. Сол кейін піскенін әкеп беріп жатырмын. Витамин бұл дейді да. Көк болса да витамин. Піспеген қауынды бізде жемейді, балаларым жемейді, ешкім жемейді да. Әрбір егін өзі сол өсімдіктер, сол палыз егілдер, әсіресе қауын, қарбызды алатын болсақ, бұл ас сіңіру системасы үшін жүдә пайдалы. Себебі адам организмі сол ішіндегі ферментлер, адамдағы ферментлер тез сіңіру керек. Бұл тез сіңуші һәм өзінің тойымлық калориясына ие болғандықтан бұлар ас сіңіру системасын бөліп шығару. Сол бізде суымызда да тұз мықтары көп болған үшін бөліп шығару системасын тас жиналу сияқты көптеген кеселіктер бар. Сол кеселіктерге қауын қарбыздарымызда құрамында су мықтары көп, витамин элементтер көп, ферменттер көп. Бұларға да жақсы пайда береді. Әлбетте бұл медицина тарапынан алып қарайтын болсақ, сол біздің шипакерлеріміз піскішілік уақытында бұл затлардан көбірек табиғи түрде сол не дейміз пайдалануымызды, яғни қабыл етуімізді ұсыныс етеді. Әлбетте пайдалы тарапы жүде жоғары. Көпшілік неде айтады, қантылы диабет бүгінгі күнде көп тарқалып жатыр, сахар уақытында сол қауын жеу мүмкін емес деп. Әлбетте бұның өзінің типтері бар. Қандай типтегі қантылы диабет екенлігіне қарап, бұл толық тип тастамау керек, соларға да қарап қабыл етсе болады. Бірақ енді бәрібір сол шипакер көрігімен біргелікте бұндай жұмыстар алып барылса, әмме жаратылған затлар сол адам организміне керек болған витаминдерге бай өнімдер есептелінеді.
Сапалы өнім алу үшін тек қана тұқым һәм судың өзі жеткілікті емес. Қауын вегетация дәуірінде түрлі зиянлы организмдер һәм кеселіктерге ұшырайды. Палыз егілерінде өрмекші кене, ақ қанат, айрым göбелек құртлары һәм мүйе шыбылары қауіп тудыруы мүмкін. Қауын шыбыны айрым аймақтарда палыз егілеріне жүдә үлкен зиян келтіретұғын зиялы организмдердің бірі ретінде бақаланады. Соны да атап өткен орынлы Қарақалпақ қауыларының мазалылығы шет елдерге де даңқы таралған. Сол үшінде аймағымыз қауыларына болған талап жақсы. Іспірмелеріміз тарапынан бүгінгі күні қоңсылас мемлекеттерге экспорт істеніп атырғанының да гуасы боламыз. 5 жылдан бері экспорт қыламыз. Мына диқаншылығымыз қауын егіп атырғанбыз. 2 жыл, биыл 2-ші жылы. Соны Қазақстанға экспорт қыламыз. Торпеда, Гүрбек, Чаржау дейді, сортларын егіп, сырт мемлекетке шығарып жатырмыз. Жақсы сұраныс бар. Осы жақтан ауылдан жібергенде карантин тексереді, ол жақта да лабораториядан өтеді. Жолда жақсы бәрі іркілмей өтіп барып жатырды. Республикамызда жетістіріліп атырған қауылларда сырт елге экспорт етуде өзіне сай талаптары бар. Дегенменен мемлекетімізде диқанларымыз һәм іспірмелерімізге қолайлықлар жаратылған. Әр мемлекеттің өзінің бір талабы болады. Сол мемлекеттен келіп шыққан халда сол мемлекеттің талабына сәйкесленіп Өзбекстан Республикасынан экспортқа рұқсат беріледі. Сол талаптар, норма талаплары бәрі орындалған халда экспортқа жіберуге рұқсат беріледі. Бүгін мінеге Қазақстан Республикасына, Қарақалпақстан Республикасынан Тумарис Бессара жауапкершілігі шекленген жамиеттен мысалға экспорт болып жатырды. Бұл қауын өнімі экспорт болып жатырған. Тикарғы талаплардан бір қауынларда ешқандай зиянкесілер болмау керек. Жүкленген уақытларда ветсанитар талапларға толық рая еткен халда жүклену керек. Ветсанитариялық жақтан Қазақстан Республикасына талабына жауап беретін дәрежеде жүклену керек. Біздердің мекемеміз тарапынан өзінің бірнеше бір платформаларын істеп шығарылған. Яғни олардан алатын болсақ, агрокөмекші мобиль ілабасы, яғни ол өз кезегінде фермерлерге, яғни юридик шақсыларға бәріне теңдей мобиль құрылмалар арқылы пайдаланылады. Оның ішінде көптеген мағлұматларды алса болады. Экспорт етуші мемлекеттердің тізімі болады оның ішінде. Қалесе қайсы мемлекеттерге экспорт қылуға рұқсат бар, қайсы мемлекеттерге қайсы өнімдерді шығаруға рұқсатлар бар. Сол затларды мағлұматларды алса болады. Әмде бұл егілген егінді егілген дәуірден басылап, оны экспорт етемен деген ешкімге аралықтың бәрін алса болады. Мысалы, ода дала назараты деген платформамыз бар. Сода бәрі жүртіліп барады электрон тәрізде. Әмде оларды Епито.uz деген сайтымыз бар өзлеміздің. Сода да көрсетіледі. Егер бұл тәдбіркарлар Қазақстан Республикасына я басқа сырт мемлекеттерге алып шығатын болса, Епито.uz платформамыз арқылы біздерге müracaat етеді. Электрон тәрізде. Өз кезегінде бұл платформалардың бәрі іспірмелерге уақытын тежеу мақсатында имканият береді бұлар. Қауын атсызда жетістіріледі, бірақ оның сапасы тұтынушының дастұрханына жетіп барғанша да сақлануы керек. Сапалы тұқым, қауіпсіз агротехника, дұрыс терім сақлау һәм қайта істеу, бұлардың барлығы Қарақалпақ қауынның абырайы һәм базар бақасын белгілейді. Әлбетте біз көрсетуіміз davamında міне осы қауынды тарифін бергеніміздей, бұл қауынның жүдә бір оға да дәмі мазалы. Хақиқатында да міне замандастарымыз арасында сондай бір көзқарас бар. Қауын жүдә бір мазалы болғанлығы себепле оны айырымлары бас тартады, онан ал айырымлары болса, бұл мейве есабында оны қалегенімше жеуге болады деген бір түсінік көзқараслар бар. Мархамат, шпакер сипатында, қанеге сипатында мағлұматлар, пікірлеріңізді бөлісіңіз. Біздер балалықтан Қарақалпақтың қауыларын өсіп, үлкейген инсанларымыз қазіргі күнде сол кіші жастағы баладан үлкен жастағы инсанларға дейін біздердің қауын бір ең сүйіклі сол палыз егелеріміздің бірі болып есептелінеді. Һәм әлбетте бүгінгі күнде біздердің әлбетте қауылардың сапалылығына, дәміне, мазалығына ешқандай гәп болуы мүмкін емес. Һәм бұл медициналық жақтан қарайтын болсақ, қалегенімше жеуге бола ма деген сауалға мен бір жауап айтар едім. Қалеген затты хәттекі палды да көп жесең, ол зәһәрге айланады деген нақыл бар халқымызда. Һәмме заттың өзінің ішіп жеуде, әрқандай тағамды қабылдауда өзінің мөлшері бар һәм осы мөлшерден асып кетпеу керек.
Әлбетте қауынның құрамына келетін болсақ, бұл 90-92% судан ібарат. Соның менен бірге табиғи қант бар составында. Витаминдерге келетін болсақ, витамин А, Е, К витаминдері һәм сол витамин Аны қалыптастыратұғын одан алдыңғы бөлім каротин, бета-каротин деген құрамға ие болып келеді. Бұл өз кезегінде адам организмнің өсіп рауажланында асқазан ішек трактында жақсы сорылады. Һәм сол организмге керек болған витаминдерге болған талапты толықтырып тұратұғын табиғи өнім есептелінеді. Соның менен кіші жастағы балалардың мәселен өсіп рауажлануында, иммунитеттің қалыптасуында инсанларда өзінің атқаратұғын белгілі дәрежеде орны бар палыз өнімі есептелінеді. Бірақ та бүгінгі күнге келіп, құрамында табиғи қант болғалығы себеплі килокалориялық жақтан жүдә құрамалы һәм жүдә үлкен килокалорияға ие болған өнім есептелінеді. Сондықтан қауынды қабылдаған уақытымызда белгіленген мөлшерде әрбір адамның өзінің дене салмағына қарап, жасына қарап қабылдаған дұрыс есептелінеді. Мәселен, кіші жастағы балалары зат алмасу процесі жүдә жоғары болғалықтан, жақсы болғалықтан, бұл өнімді көбірек қабылдау мүмкіншілігіне ие болады. Ал адамның жасы өткен сайын, әсіресе онда қосымша кеселіктер болса, асқазан ішек трактында қандай да бір машқалалар болса, сонымен бірге мен әлбетте эндокринолог шипакермен біздер өзі қантлы диабеттің дауалау басқыштарында қауын өнімін қабылдауды рұқсат етілмейді. Яғни олардың қабылдау сол диеталар құрамына кіргізілмейді. Сонымен бірге қантлы диабеті бар инсанларға һәмде бүгінгі күнде жүдә үрдіске кірген артықша салмақтың көбеюі мәселесі жүдә үлкен машқалардың бірі болып тұрыпты. Бұл тек қана біздерде емес, сонымен бірге дүние жүзі машқаласы есептелінеді. Артықша салмағы бар инсанларда қауынды өзінің мөлшерінен артық жеуге болмайды. Себебі бұның құрамында табиғи қант һәм килокалорияның жүдә жоғары болғалығы себеплі сол артықша салмақтың көбеюіне алып келеді. Хәдден тысқары жеу, мәселен, қандай деп айтсам болады, бір тілік қауында 200-250 килокалория сақлайды құрамында. Һәм соған текарланған халатта сол қауынды мәселен өзінің жасына қарап 2 тілік, 3 тілік өзіне сол белгіленген мөлшер қойып алу керек, һәм одан артықша қауынды хәдден тыс қабылдауды мәслихат бермейміз. Және де сондай халық арасында түсінік бар, қауынды, яғни бүйректі тазалайды, бауырды емдейді, ямаса жүрекке дауасы бар деген үгіт насихатлар қанша ілми жақтан дұрыс? Бұлардың барлығы халқымыз арасындағы сол өзара ауызекі жетіп келген аңызлар болып есептелінеді. Әлбетте бұл сол тікелей мәселен бүйректе ямаса сол өт қалтадағы тасты турыдан туры қауын туры түсіріп береді, ямаса соны толық дауалап береді деген түсінік бұл қате түсінік есептелінеді. Бірақ та өз кезегінде қауынның пайдалы тәрәпілері жүдә көп. Бұл иммунитет системасын көтереді, балалардың өсіп рауажлануына өзінің туры тәсірін көрсетеді. Құрамында витамин С-ның көптігі себеплі, мәселен, адамда әртүрлі инфекциялық кеселдермен кеселленген уақытта қауынды қабылдаған уақытларында тез сауалу уақыты тезлеседі. Бұл біздердің практикамызда бірнеше мәрте көрілген жағдай. Соның үшін бұл түсініктер әлбетте қате түсінік есептелінеді. Рахмет малуматлар үшін. Енді қауынның экспорт имканиятларына келсек. Биылғы жыл ұлма Қарақалпақстанымыздан қанша мұғдарда қауынлар экспорт етілді? Ұлма экспортты көбейтудің имканиятлары бар ма біздің елімізде? Бүгінгі күнде президентіміз тарапынан диқан ферма қожалықтарға іс-бермелік субъектлеріне жүдә көптеген имканиятларға жеңілдіктер жаратып берген. Бұндай имканиятлардан үнемі пайдаланып, диқан ферма қожалықтарымыз өзінің тамырғасында жетістірген ауыл қожалық өнімдерді жүдә көптеген мемлекеттерге экспорты әмелге асырып келтірді. Жыл 2026 жыл басынан бастап 7 айлығы давамында Қарақалпақстан Республикасы аймағынан жәмі 26.480 мың тонна ақш доллары экспорт әмелге асырылған. Жәмі Қарақалпақстан Республикасынан экспорт еткен өнімдер 512 мың тоннадан зият өнімдер экспорт етілген, сонынан 54 мың тоннадан зияты қауын өніміне тура келеді. Ұлыма сол қауынды экспортқа шығару үшін қойылатын талаптар қандай? Енді бүгінгі күнде қауын өнімін экспорт ету үшін жәмі 63 мемлекетке базарларымыз ашылған. Бұл
қауынға қоятын талаплар әрбір мемлекеттің өзінің ішкі низамларына һәм құжетлеріне келіп шыққан алда әрбір мемлекет өзінің талабын қояды. Ең текарға қоятын талаптардан бірі бұл қауынның фитосанитар таза халда экспорт етілуі, яғни бұл қауында зиялы организм, яғни кеселіктерден халы халда экспорт етілуі бұл текар талаптардың бірі саналады. Енді осы орында және де ілімпаздарымызға жүзденеміз. Қарақалпақстанда ұлыма шыбыны шіре өрмекшілерге қарсы күресуде қайсы профилактикалық ұсулар ең нәтижелі? Ұлыма жергілікті сорттар арасында кеселік ямаса зиянкесілерге шыдамлы түрлері бар ма қауынның? Чыдамлы түр әлі яратылмаған, чыдамлы нәулер. Лекін бұл юнәліште институтымызда профессор Төрениязов Илмұрат басшылығыдағы ilmi grup kavun çubuğuna karşı ilmi işler alıp barıp hem bir neçe metodikalar yarattı hem kanday vakitte darlaş gerek, kanday darlar bilen darlaş gerek, onu kavun çubuğunun biyologiyasını öğrenip bir neçe tavsiyeler işlep çıkıp hazır yakan fermer hocalıklarga tarqatты. Да жақсы. Енді ұлыма Қарақалпақ қауынын милли һәм халықаралық брендке айландыру үшін бірінші кезекте не істеу керек? Мархамат, бұл бойынша әр біріңіз өздеріңіздің ең әхметлі ұсыныстарыңызды айтып өтсеңіз. Bunun için bizge niye tosqulluq qılıb atır деген sualga cevap verişimiz gerek de aldın. Birinciden bizlerde hazır eksportlap qavullar növlər ikən eksportlap. Biz şunu yaratışımız gerek. Mana şu eksportlap qavullarga qo'yiladigan talablar bo'yicha men shogirdim İsmailova Nasiba ilmiy ishlar olib boryapti. Bir qog'oz shu Marhamat Nasiba, бұл bo'yicha fikrlarni bölüşsek. Мен Худайар аға Матякобов ұстазым басшылығында Қарақалпақстан Республикасы топырақ ықылым шараятында экспорт-бап қауын селекциясыны баслаңғыш материал жарату атамасындағы ilmi жұмысты алып барып жатырмын. Ең текарынан экспорт-бап қауларды жарату үшін қаулардың қожалық үшін ахметлі белгілерінен пайдалануымыз керек. Қожалық үшін ахметлі белгілеріміз дегенде, мысалы үшін Дихан ағамыз айтқанындай, қауынның сыртқы көрінісі, сұлулығы, оның көлемі, ірі ма, майда ма, оның кейін мазалы қант мұғдарының қанша екенлігі, дәмінің қандай екенлігі, һәм оның сусызлыққа, шорға шыдамлы екенлігі, һәм оның транспорт баплығы һәммесі ахметке алынады. Біздер ilmi жұмысымыз давамында осы қауынлардың, мысалы үшін, көк күрбек, сары қауын, рахат, сүйінші, Ташкент сары қауыны сияқлы сортларынан пайдаланып, оларды ресипрок ұсылында шағылстыру істері алып барып жатырмыз. Енді бұнда ең текарғы мақсатымыз экспорт-бап қауын сортларының баслаңғыш материал жарату болып есептелінеді. Рахмет, әрбіріңізге сол бақалы мағлұматлар, пікірлер үшін әлбетте қадірлі телетамаша көйлер. Бүгінгі сәубетімізден мәлім болғанындай, Қарақалпақ қауынларының қадірі тек қана олардың дәмі, ямаса мазалылығы менен өлшенбейді. Әрбір жергілікті сортта аймақтың табиғи шараяты, диханның көп жылдық тәжірибесі, халық селекциясы, ілімпазлардың зерттеулері, милли тағам һәм үрп әдетлеріміздің бір бөлегі жәмленген. Қарақалпақстан қауынлары атлы кітаптағы жүзлеген түрлері тізімге алынған қауынларымыздың қаншасы бүгінгі әулетқа жетіп келуі енді бізге байланысты. Бұның үшін сапалы һәм сорт жағынан таза тұқым керек. Ilmi селекциям заманауи агротехнология керек. Судан ақылға муафық пайдалану, өнімді кеселік һәм зиянлы шыбын шіркейлерден қауіпсіз қорғау керек. Ең әхметлісі Қарақалпақ қауынын әпуайы мәусімлік өнім сыпатында ғана емес, ал ilmi, экономикалық һәм мәдени байлық сыпатында қадірлеуіміз зәрур. Бүгінгі меймандарымызға және бір мәрте миннетташылығымызды білдіреміз. Қадірданлар ұсының менен бүгінгі агроаймақ көрсетуін жұмақлаймыз. Сау, саламат болың.